Егер сен Playgrasha'ға жаңадан келіп жатсаң, бұл видео саған арналады. Ең бірінші сен чатқа /GPS деп жазып, сосын саған осындай шығады. Ең біріншісіндегі важное местің астындағы работа для новичокты басасың. Саған сосын 3 жұмыс беріледі. Мен мысалы шахтаны таңдадым. Сосын саған скутер алу керек. Скутерді сен осындай жерден ала аласың. Саған скутер берілгеннен кейін сол жақтағы картаны қарасаң, сары сызық болады. Соның артынан еріп жүрсең, сен осындай шахтаға келесің. Сосын саған осындай метка болады. Соған келіп, ең біріншісін таңдайсың. Сосын сені шахтаға кіргізеді. Және алдыға тіке жүре берсең, осындай ата шығады. Оған келіп, астында тұрған кнопканы басасың. Даны бассаң, саған осындай код беріледі. Сен оны тура осылай астыға көшіресің. Және саған шахтаристің киімін береді. Сосын сен тура осылай тіке жүресің. Осы жер немесе осы жерге барып жұмыс істейсің. Сосын сен осындай тасты аласың. Және осылай жүре берсең, сенің алдыңнан тура осындай қызыл метка шығады. Осылай тастаған сайын сол жақтағы ақшаң көбейе береді. Және сен осылай қайталай берсең, саған егер 2x болып тұрса, 500-ден береді. Енді сен жиналған ақшамды қалай алам деп жүрсең, жаңағы келген жолмен обратно қайтасың. Сосын дәл жаңағы атаға барып, астында тұрған кнопканы басасың. Және саған нет дегенді басасың. Даны басасың, және саған өзіңнің скиніңмен ақшаңды береді. Видео пайдалы болса, мен аккаунтыма тіркеліп лайк басып кет.